Құрметті оқушылар, бүгін біз номері 7-ші зертханалық жұмысты орындаймыз. Зертханалық жұмысымыздың тақырыбы электр тобының жұмысы мен қуатын анықтау. Бұл жұмыстың негізгі мақсаты эксперимент арқылы электр тобының жұмысын және қуатын анықтауды үйрену. Сонымен қатар, біз электр энергиясының тұрмыста қалай қолданылатынын және оның құнын киловатт-сағат өлшем бірлігі арқылы есептеп көреміз. Алдымен еске түсірейік, электр тобының жұмысы ток көзінен тұтынушыға берілген энергия мөлшері. Ол А тең I көбейтілген У көбейтілген Т формуласы арқылы анықталады, ал электр тобының қуаты токтың белгілі бір уақыт ішіндегі жұмыс атқару жылдамдығын сипаттайды, және П тең I көбейтілген У формуласы бойынша есептеледі. Зертханалық жұмыс барысында біз кернеуді вольтметрмен, ток күшін амперметрмен өлшейміз. Уақыт мәнін ескере отырып электр тобының жұмысын есептейміз, ал алынған нәтижелер арқылы қуатты анықтаймыз. Енді күнделікті өмірмен байланыстырайық. Үйіміздегі электр есептегіште энергия киловатт-сағатына бірлігімен өлшенеді. Бұл қуаты 1 киловатт болатын құралдың 1 сағат ішінде тұтынатын энергиясы. Бүгінгі тәжірибеде біз осы өлшем бірлігін пайдаланып, белгілі бір электр құрылғысының қанша энергия жұмсайтынын және оның ақшалай құнын практика жүзінде есептеп көреміз. Зертханалық жұмысқа кіріспес бұрын қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде еске сақтаймыз. Электр тізбегін мұғалімнің рұқсатынсыз қоспаймыз. Сымдардың ашық бөліктеріне қол тигізбейміз. Құралдарды тек құрғақ қолмен ұстаймыз. Жұмыс соңында тізбекті ажыратамыз. Бұл ережелерді сақтау сіздердің денсаулықтарыңыз бен қауіпсіздіктеріңіз үшін өте маңызды. Олай болса, құрал-жабдықтарды дайындап, тәжірибені ретімен орындауға кірісейік. Нәтижелерді мұқият жазып, қорытынды жасауды ұмытпаңыздар.